Бүгін Қазақ Қой жобасынан көретіндеріңіз. Үкімет ауысып Ерболат Досаев премьер-министр болып тағайындалды. Талғар ауданының әкімі құдайма не? Сіз халыққа үйтіктік деп сөйлеуге құқыңыз жоқ. Біріншіден айтайын. Вице-премьер-министр Серік Жұманғарин өзінің жасаған жұмысына көңілі толмайды екен. Мойындағанына да рахмет. Как вы думаете, вы справились с этой задачей? Я не совсем доволен результатом. Өткен сайлауды әділетсіз деп таныған тәуелсіз депутаттар өз парламентін құрмақшы. Жаңа сайлау өткізілсін. Осы ұсынысты қолдайтындарыңыз қол көтеріңіз. Қолдаймыз. Осы және басқа да жаңалықтарды дәл қазір тізбектеп тұрып тарқататын боламыз. Кеттік онда. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Сіздермен Жан Ахмадиев. Бүгінгі санды бастамас бұрын мына сюжетке назар аударыңыздаршы. Кіп-кішкентай, бірақ елдің тірегі. Сәл жымиса барлық әлем күледі. Жас сәбилер жаратқанның тартуы, соғып тұрған титтей ғана жүрегі. Жетімдерді тастамашы жетім үйдің қасына. Қалай ғана тастап кетет өз баласын жасынан. Өзім үшін әр қазағым, әлемдегі жалғызым. Өтінемін, жетім көрсең, сипай жүрші басынан. Естеріңізде болса, біздің арнаның ұжымы ай сайын жетімдер үйін аралап, жалғыздықтан жасқанып қалған ботақандарды қуантып жүр. Бала деген бауыр етіміз ғой. Аңқылдақ қазағым менің, астында Каспий Голд пен Каспий картаның нөмірі жазылып тұр. Егерде кішкентай қошақандарға күлкі сыйлап, осы оразада сауап алғыларыңыз келсе, жақсылық жасаңыздар. Дәлірек осы Каспийге қолдан келгенше қаражат аударыңыз. Үкіметтен үміт жоқ, билікке бәрібір. Білемін, қазір ешкімнің жағдайы мәз емес. Әрине, мүмкіндікке қарайсыздар ғой қазағым. Көпті көрсе көл болар демекші, 100-200 теңге де жарайды. Біздің команда сіздер жинаған қаражатқа тек қазақтан басқа ешкімі жоқ сәбилерге базарлық апарып берсек деген ой ғой менде. Көрсетейікші қазақтың қандай қайырымды екенін. Келесі аптада шаттанған сәбилердің видеосын назарларыңызға ұсынбақпыз. Жетімдерімізді жылатпайықшы. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Кешеден бері WhatsApp-тарыңызға мынандай фото келген шығар. Байқасаңыздар, бұл суретте Ерболат Досаев премьер-министр ретінде көрсетілген. Жалпы біздің билікте есі дұрыс адам жоқ. Ерболат Досаев та солардың қатарында десем, артық айтпағаным шығар. Осы Досаевтың жүрген жеріне шөп шықпайды ғой құрсын. Бұл кезінде денсаулық министрі болып тұрғанда, Шымкентте 200-ге жуық сәбиге белгісіз себептермен ВИЧ ауруы жұқты. Ол кезде Ерболат косяктан спокойно шықты. Кейіннен дәлірек 2014 жылдан бастап Досаев ұлттық экономика министрі болып тағайындалды. Енді ойлаңыздаршы, денсаулық министрі болып жүрген адам аяқ асты ұлттық экономика министрі болып шыға келеді. Сонда медицина мен экономиканың бір-біріне қандай қатысы бар? Дым қатысы жоқ қой. Енді жарайды, ол кезде Нашарбаев итті де министр жасаса да өзі білетін еді ғой. Міне Ерболат осы орында отырған кезде де елді Қытайға сатамыз деп шулатып еді ғой. Естеріңізде шығар. 40 мың гектар жер Қытайларға берілді деген ақпарат жалған деген Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов облыста 15 мың гектар жердің Қытай компаниясына берілгенін мойындады. Бұдан кейін Досаев түк болмағандай алып шаһар Алматыны да бірнеше жыл басқарды. Басқарғанда қалай? Қара қазақты құдды бір құдай сияқты алдына жинап алады. Байқұс қазақ осыған уәжін айту үшін кәдімгідей кезекке тұрады. Ал Ерболат жасқаншақ жұртқа жоғардан қарап ұрсады, айғайлайды. Нет, микрофон я не включу уже. Екінші микрофон. Не трогайте, уйдите. Уйдите. Не, давайте не будем здесь устраивать дискуссии. В суд, пожалуйста. Еще раз огромное... Еще один вопрос быстрее только. Акімнің мүмкіншілігі жоқ ондайда ашуға. Енді не істейді халық? Онда заңға өзгерістер енгізуіміз керекпіз бірге. Пожалуйста, онда заңға өзгерістер. Онда менде осы Қаласаны хотя бы орталық органдарды білесіз ғой, Министерство экология деген бар, соған жазыңыздар. Міне дәл осы пенде енді премьер-министр болса жетіскен екенбіз.
негізі бұл суретті Facebook парақшасына салған Европалық құқық және адам құқықтары сарапшылық институтының директоры Марат Башимов. Ол өзінше үкімет осылай жасақталады деп болжам жасапты. Башимов қайтарым, аузыңа жылан емес, динозавр жұмыртқаласын. Досаев премьер-министр болады деп қояды ғой. Ерболат Досаев премьер-министр болса, онда болашағымыз бұлыңғыр. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Ерболат Досаев премьер-министр болуға лайықты ма, әлде басқа азаматты ұсынатын бедіңіздер? Жалпы біздің премьер-министр болуға кім лайықты? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Әкім демекші Талғар ауданының судай жаңа әкімі Таңат Айдарбеков қара халықпен амандаспайды екен, өзін таныстырмайтын құдай екен, адам екен. Әрине әкімнің бұл әрекеті жігіттікке жатпайды. Мұны әкіммен жолығуға келгендер де былшылдатып бетіне айтып бас тастапты. Сіз келген кезде өз аты жөніңізді айтып таныстырдыңыз ба? Жоқ, аты жөніңізді таныстырдыңыз ба? Сөйлемей қойдыңыз ба? Мен бәлез деген жоқ, бәлез деген сөзді айтпай-ақ қой. Бәлен бәрін сіздер істеп отырсыздар. Сіз келген кезде мен айтайын, келген кезде ескерту айтып қойшы, сіздерге әкімдерге ескерту жасап, сіз кірдіңіз, аты жөніңізді таныстырдыңыз деп айтып еді, сіз үндемей қойдыңыз. Сіз айтпадыңыз, өзі айту керек. Өзіңіз таныстырсыңыз. Аудан әкімі Ал өткен жиналыста сіз кешік келдіңіз. Сіз кешік келдіңіз өткен жиналыста. Аты жөніңізді айтқанда жоқ. Кім? Мен бәле емеспін. Кім? Айбек. Айбек, сен мен тыңдашы. Әкім бір Талғар ауданның әкімнің орынбасарысыз. Дұрыс па? Сіз халыққа үйтік кетіп сөйлеуге құқыңыз жоқ. Біріншіден айтайын. Осы шенеуніктер неге қарапайым халықтың алдына келгенде көкірек бола қалады екен, а? Осыны түсіне алмай қойдым. Қазір қазақ бұрынғыдай жуас емес. Осыны бастарыңа түйіп алатын уақыт келді ғой. Қателіктеріңді мойындасаңдар жаман адам болып кетпейсіңдер. Мұны вице-премьер-министр Серик Жұманғариннің өзі түсінген екен. Тіпті жұмысына көңілі толмайтынын айтып, ағынан жарылған. Как вы думаете, вы справились с этой задачей? Я не совсем доволен результатом, сразу вам скажу. В прошлом году, в сентябре я пришел, в конце года инфляция за 20% пошла. Кезінде журналистерге жыны келіп жүретін ағамыз жерге түсіпті ғой әйтеуір. Оған да рахмет деп қоямыз ғой. Жынды келтірмеңізші. Жын дегеннен шығады, өткен депутаттық сайлауға күллі қазақ наразы, құрып кеткір қу билік қазақты тағы да ақымақ деп санады. Көпшілік Тоқаевқа осы сайлауға байланысты наразылықтарын видеоға түсіріп жолдап жатыр. Қасым-Жомарт мырза осы әділетсіздіктерді көрмей, білмей жатыр дейсіздер ме? Әрине ол бәрінен хабардар, айтпасқа болмас. Биліктің тікелей қатысуымен сайлаушылардың дауысын ұрлап, өте әділетсіз, өрескел заңбұзушылықпен және бәсекелессіз өткен сайлау қорытындысы барша қазақтың үміт отын бір жолата сөндірді. Десе де сол үміттің шоғы бар. Ол біздің оппозиция өкілдері, солардың арасынан шыққан тәуелсіз кандидаттар. Олар өздері жеке парламент құрмақшы. Біз сайлауды негізсіз жалған лас сайлау деп танимыз. Қайталап айтқан нүкте. Жаңа сайлау өткізілсін. Осы үсті қолдайтындарыңыз қол көтеріңіз. Қолдаймыз. Осы тұрғыда бізді төрт аяқты мал көретін билікке, оның ішінде Тоқаевқа айтарым. Халық күн ғой, күннен биік бірдеңе бар ма? Күннен биік болам деп, ертең күйіп қалма. Құрметті президент, еліміздегі әділетсіздік осылай жалғаса берсе, соңы жақсы болмайды. Осыны естен шығармаңыз. Естен шығармаңыз. Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Қасқыр екенімізді ұмытпайық.